Алматыда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен ауызашар өтті. Игі дастарханда бас қосқан жамағатқа бас мүфти ізгі тілегін білдіріп, қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Барша мұсылман қауымының тұтқан оразасы, жасаған ізгі амалдары қабыл болуын сұрап, көпшілікпен бірге дұға жасады. Бабаларымыздың, азаматтарымыздың рухына бағыштаймыз. Алла тағаланың рахматы, пайғамбар шапағаты болғай. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Игі шараға балалар үйінің тәрбиеленушілері, қарттар үйі және әжелер мектебінен ақжаулықтылар мен ақсақалдар келген. Сондай-ақ қонақтар арасында өнер майталмандары, эстрада әншілері, белгілі кәсіпкерлер бар. Сөз кезегін алған зиялы қауым өкілдері бас мүфтиге алғыс білдіріп, діни басқарманың игі бастамаларына сәттілік тіледі. Рамазан айы, ораза деген бұл әр мұсылманның керемет күтетін айларының бірі. Себебі бұл кешірім айы, Құранның түскен айы. Бүгін міне біздің республикалық мүфтият ас беріп жатыр. Оған қаланың да қатысы бар деп есептеймін. Бүгін зиялы қауым өкілдері, жалпы ораза ұстаған адамдардың, танымал адамдардың басын қосып жатыр. Мен өте қуаныштымын, себебі бұл өзі біздің салт дәстүріміздегі жақсы қасиеттердің бірі ғой, бір жағынан. Екінші жағынан адамға, ораза ұстаған адамдарға аузын аштыру үлкен сауап. Ең бастысы бұл қазақтың салт дәстүріндегі әдемі бір көрініс. Бас қосу, әңгіме айту, бір-біріне жақсы тілек айту. Қасиетті айда дұға тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Оразадан оразаға жете берейік. Бүгін діни басқармасы Қазақстан еліміздің мүфти хазірет өзі ауызашар беріп отыр. Өте қуаныштымыз. Зиялы қауым басы қосылып, жалпы мұсылман баласын өздеріңіз бауырлас елдеріміз, түріктер, басқа да ағайындар бәрі келіп бір дастарханнан ауызашар беріп отқан сәтінде куә болып отырмыз. Өте қуаныштымыз. Сауаптан жазсын. Осы қасиетті айда не тілейсіздер, соның бәрі орындалсын. Біздер енді жұмыс істеп жүріп, көп адамдармен кездесе алмаймыз ғой. Осы жерде қаншама ұстаздарымызды кездестіреміз, өзіміздің жаңағы сүйсініп, тыңдап, уағыздарын тыңдап жүрген. Солармен жүзбе-жүз көрісіп, амандасып, қуанып қаласың, бір әңгіме айтып, кішкене болсын бір әңгіме айтып. Сосын қаншама мына жерде шыршы, термеші ағаларымыз, көкелеріміз келіп жатыр. Көптеген саладағы ағаларымыз, көкелеріміз танымал. Сол кісілерді көріп, ерекше қуанасын. Түркия мемлекетінің бас консулы бастаған түрік диаспорасының 150-дей өкілі дастарханның қонағы болды. Бас консул Али Рыза Ақынжа қасиетті айда ізгі тілегімен бірге Түркия басынан өткен зілзала тауқыметінде берген қолдау үшін бауырлас қазақ еліне алғысын bildirdi. Biz bütün konsolosluk ekibi olarak geldik çünkü bu bizim için çok önemli. Kazak bağırlarımız bizim her zaman kardeşimiz. Bugün bu programa katılmak bizim için bir onurdur. Ayrıca Türkiye'de meydana gelen depremden sonra Kazak bağırlarımız bizim bu Jaman günümüzde canımızda boldular. Kıyın günümüzde. Buna da minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da birazdan zaten ifade edeceğim ben içeride de. Атаулы кеште жыл сайын өтетін ауызашардың ерекше атмосферасымен қазақтың дәстүрлі өнері әдемі үйлесім тапқан.